Уағалейкум, ассалаумағалейкум. Жалпы көпшілікке де сәлем. Иә, мен әзір сол консулға барғанбыз ғой, виза ашатын жерге барып. Біз өзі бір аптаның алдында барып, қалай екенін сұрағанда сол бір рет өтіп келу шарт. Бірінші рет өтіп келгеннен кейін без виза болады деген. Бір рет визамен өтесіңдер деп сондай деген. Соған материал документ дайындап, ана интернеттен өшірет алып, өшіретіміз бүгін таңертең сағат 10-да деген 10-ға үлгіріп барсақ, сағат 9-да ұқтыру кепті. Без виза іске асты. Қытайдан келіп азаматтық алғандарда осы жердің азаматтарына ұқсас болды, Қазақстан азаматының бәріне бірдей. Визасыз бір айға бір мәрте барып келе аласыңдар дейді. Сонымен біз документ дайындап келгенді қайтамыз десек, бір жылға көп мәрте аштырасыңдар, шарт бір рет сол визасы өтіп келу керек шекарадан. Өтудің шарты көк паспортпен барғанда қиылған паспортты напас өшіп деген қағазды алып барасыңдар, шекарада сонымен өтесіңдер. Бір рет өтіп қайтып келгеннен кейін мына документіңді алып кел, бір жылға көп мәрте ашып береміз деді. Мен өзім барып сөйлесіп сол жерден қайттық. Сонымен жүріп ұққаннан кейін мына топтағыларға қуанышты бөлісе салайық деп, қуанышты жақсы хабар екен салып қойған болсын.